Лори Эрика Раф есімімен танымал әйел 2010 жылы өз-өзіне қол жұмсайды. Бірақ оның өлімі оның жеке басына байланысты жұмбақ оқиғаның басы ғана болды. Неліктен Раф өзінің шын атын жасыру керек болды және оның үйінің жабық есіктерінің артында тағы қандай құпиялар сақталды? Достар, арнамыздың 80% көрермені жазылмай қарайды. Арнаға жазылып лайк пен коммент қалдыруды ұмытпа. Бұл мені шабыттандырып, келесі видеоны шығаруыма себеп болады. Лори Эрика Рафтың әңгімесі. 2010 жылы Техас штатының полициясы әйелдің өзін-өзіне қол жұмсауын тергей бастағанда көпшілікке танымал болды. Алғашында тергеу бір қалыпты өтті. Дегенмен детективтер марқұмның өмірі туралы көбірек білген сайын соғұрлым көп сұрақтар туындайды. Жеке сейфтегі қорқынышты олжалар, куәгерлердің оғаш айғақтары және жұмбақ суицид жазбалары жиналған дәлелдер Лори Эрика Раф емес екенін көрсетеді. Лори Эрика Раф өзінің болашақ күйеуі Блейк Рафпен 2003 жылы Техас шіркеуіндегі шіркеу қызметі кезінде кездеседі. Сол уақытта әйелде Лори Эрика Кеннедидің атында құжаттары болған және ғашығының өткені туралы көптеген сұрақтарына жауап ретінде ол Аризона штатында дүниеге келгенін және оның ата-анасының қайтыс болғанын айтумен ғана шектелген. Алғашында романтикалық сезімге бой алдырған Блейк Лори Эриканың әрекетінен ешқандай сезіктенбейді. Керісінше ер адам болашақ әйеліне моральдық тұрғыдан қысым көрсеткісі келмейді. Өткені туралы мазалап сұрамайды. Қажетсіз естеліктер оның психикасына зиян тигізеді деп есептейді. Бір жылға жуық қарым-қатынастан кейін Блейк сүйіктісіне үйленуге ұсыныс жасайды және ол оны қуана қабылдайды. Содан кейін болашақ ерлі-зайыптылар Далластағы саяжайда тұра бастайды. Махаббат пен романтикаға толы ерлі-зайыптыларды үлкен болашақ күтіп тұрғандай көрінеді. Бірақ оғаш оқиғалар тіпті үйлену тойына дайындық кезеңінде басталады. Блейктің анасы Нэнси Раф болашақ ерлі-зайыптыларға жергілікті баспа басылымдарының бірінде некелерін жариялауды ұсынады. Ол уақытта көптеген қалыңдықтар өздерінің үйлену тойын баспасөзде жариялау идеясына құлшыныспен қарайтын еді. Бірақ Лори Эрика қарсы болады. Болашақ Раф ханым бұл ұсынысты естігенде ашуланып, алдағы мереке туралы кез келген мәліметтерді бөгде адамдармен бөлісуге тыйым салады. Ерлі-зайыптылар үйленгеннен кейін Лори Эрика тегін Раф деп өзгертіп, өмірінің жаңа тарауын бастайды. Ұзақ уақыт бойы ерлі-зайыптылар балалы бола алмайды. Лори Эрика бастапқы кезеңде бірнеше рет түсік түсіреді. Бірақ 2008 жылы олардың үйінде мереке болады. Олардың қызы дүниеге келеді. 2008 жылы Лори Эрика мен Блейктің өміріндегі ең бақытты жыл болуы керек сияқты көрінді. Бірақ дәл осы уақыт олардың қарым-қатынас тарихындағы ең қиын кезеңдердің біріне айналады. Қызы туылғаннан кейін Лори Эрика оны тым мұқият қадағалай бастайды. Әйел күтушінің қызметінен бас тартып, Блейктің анасына балаға жақындауға мүмкіндік бермейді. Енесі Лори Эриканың психикалық денсаулығына күмән келтіреді. Көп ұзамай әйел тамақтануды да тоқтатады және аз ұйықтайды. Барлық уақытын жаңа туған қызының күтіміне арнайды. Бірнеше айдың ішінде бір кездері көңілді әйел күйеуі мен достарына ренжіген, қажыған және депрессиялық әйелге айналады. Сонымен қатар Лори Эриканың құпиялылығы мен күдігінің артуы жағдайды қиындата түседі. Уақыт өте берді. Лори Эриканың мінез-құлқы барған сайын оғаш бола бастайды. Отбасылық түскі ас пен мерекелік дастархан кезінде әйел жиі үстелден ерте тұрып, өз мінез-құлқын бөлмесінде жатқысы келгенімен түсіндіреді. Сондай-ақ әйел басқалармен қарым-қатынастан аулақ болуға тырысты. Басында мисс Рафтың күйеуі оны қолдауға бар күш-жігерін жұмсайды. Бірақ көп ұзамай отбасын тастап, ата-анасының үйіне көшуге мәжбүр болады. Лори Эриканың үнемі ашулануы мен күйзелістеріне байланысты отбасылық өмірі шыдамсыз болады. Әйел күйеуімен қоштасқаннан кейін жиі келе бастаған дін қызметкерінің айтуынша, оның мінез-құлқы біртүрлі болған. Ол әңгіменің ортасында бірнеше сағат бойы үнсіз қалады. Кейде ол ұзақ уақыт алақанына қарап, бір ауыз сөзге келмей қалады. Әйелдің көршісі де ажырасқаннан кейін Эрика өзін қалыпты ұстамағанын есіне алады. Ол жиі көршілерді аралап, түсініксіз сөйлесетін, көшедегі таныстарын танымайтын және үнемі қатты уайымдайтын болып жүреді. Сонымен қатар Блейк Рафтың отбасының айтуынша, олар Лори Эрикадан қорқынышты хаттар ала бастаған.
2010 жылы Рождество қарсаңында Блейк Рафтың әкесі Лори Эриканың үйіне ұлының кейбір заттарын алып, бұрынғы келінінің жағдайын тексеру үшін келеді. Алайда ер адам гараж есігіне жақындаған кезде көліктен мәйітті көреді. Оқиға орнына жеткен полиция тергеуді бастайды. Ол бастапқыда біршама ресми болады. Алайда сәлден соң полицейлер марқұмның үйіне кіріп, үйдің бір бөлмесінен біршама үлкен темір сейф тауып алады. Бұрынғы әйелінің үйіне жетіп үлгерген Блейк Раф бұл сейфте Лори Эриканың жеке заттары сақталғанын және ол ешкімге қарауға рұқсат етпегенін айтады. Полиция қызметкерлері сейфті ашады. Оның ішіндегі нәрсе сол жердегілерді таң қалдырады. Сейфте қағаз құжаттар, туу туралы куәліктер, жалған жүргізуші куәліктері мен жеке куәліктер, дипломдар үйіліп жатыр екен. Алайда полиция мен туыстарын таңғалдырғаны құжаттың саны емес. Лори Эрика Кеннедидің өмірде ешқашан болмағаны болды. Құжаттардың арасында полиция келесілерді тапты. Бекки Сью Тернерден Лори Эрика Кеннедиге аты мен тегін өзгерту туралы құжат. Сондай-ақ сейфте мисс Тернердің туу туралы куәлігі, сақтандыру полисі жүргізуші куәлігі және Техас университетінің бизнесті басқару мамандығы бойынша білімі болған. Бұл оғаштық болмаса логикалық түсініктеме табуға болар еді. Бекки Сью Тернер жиналған деректерге сәйкес Вашингтон штатында 2 жасында өрттен қайтыс болған екен. Бұл ақпарат Блейк Рафтың бұрынғы әйелінің ісіне қатысы бар детективтерді қатты алаңдатты. Полиция әйелдің сейфінің қалған мазмұнын зерттегеннен кейін солтүстік Голливудтағы полиция бөлімшесіне сілтемелер. Бен Перкинстің адвокатының аты жөні және белгісіз біреудің хаты бар бірнеше жазбаларды табады. Олардан кейбіреулер үшін белгілі болды. Раф Кеннеди Тернер ақштағы стриптиз клубтарының бірінде биші болып жұмыс істеген. Сейфтегі құжаттардан басқа Лори Эриканың бұрынғы күйеуі мен қызына арналған өз-өзіне қол жұмсау туралы 2 хаты болды. Бірінші хатта мағынасыз сөздер мен бірнеше сызбалар болды. Ал екінші хаттың мазмұны әлі күнге дейін құпия сақталуда. Қолда бар құжаттардан басқа полицияда марқұмның кім екенін анықтау үшін ешқандай анықтама болмайды. ДНК талдауы мен саусақ іздері ештеңе бермейді. Куәгерлер, соның ішінде Лос-Анджелестен келген адвокат Бен Перкинс, фигурантпен таныс емес. Әйелдің таныстары мен достары оның өткені туралы білмейді. 2003 жылға дейін Лори Эрика жоқ сияқты көрінді. Алайда, әйелдің өзінің нақты тұлғасын соншалықты қыңырлықпен және мұқият жасырғаны полицейлерді әйелді не куәгерлерді қорғау бағдарламасында немесе өзі қандайда бір ауыр қылмыстық құқық бұзушылыққа қатысты деп санауға итермелейді. Сонымен қатар ол кезде мұны айту оңай болған жоқ, бірақ марқұм тамаша табысқа жетеді. Бірнеше айдан кейін тергеу тоқтап, Техас полициясы қайтыс болған Лори Эрика Раф туралы шындықты анықтау әрекетін тоқтатады. Алайда 2013 жылы американдық сот медициналық сарапшы Колин Фицпатрик Лори Эрикадан алынған ДНК үлгісі негізінде тергеуді қайта бастайды. Бірнеше ай бойы ізденгеннен кейін Фицпатриктің жолы болады. Лори Эриканың немере ағасын тауып алады және көмек сұрап отставкадағы детектив Джо Беллингке жүгінеді. Беллинг қайтыс болған әйелдің суретін көрсеткенде немере ағасы Кимберли Маклин есімді әпкесін бірден таниды. 1968 жылы Пенсильвания штатындағы Винвуд қаласында дүниеге келген Маклин 18 жасында үйінен қашып кеткен. Содан кейін қыз ата-анасы ажырасқаннан кейін стресстен туындаған ұзаққа созылған психикалық бұзылыспен ауырған. Сонымен қатар Кимберли анасының жаңа күйеуімен қарым-қатынаста болмайды. Өгей әкесі қызбен достасуға ұмтылмайды. Тұрақты күйзеліс пен депрессия жағдайында біраз уақыт өмір сүрген Кимберли қашуға шешім қабылдайды. Ата-анасы оны қалуға көндіруге тырысқан, кейін оны ұзақ уақыт іздеген, бірақ қызды табу әрекетінің бәрі нәтиже бермеген. Әйелдің жеке басы анықталғанына қарамастан, детектив Виллинг пен Колин Фицпатрик Кимберли Маклиннің үйінде естіген нұсқаға қанағаттанбайды. Блейк Рафтың айғақтарына сүйенсек, оның бұрынғы әйелі шынымен қандайда бір психикалық бұзылыспен ауырған және оның құпиялылығы мен социопатия белгілері өткендегі психологиялық жарақатты көрсетті. Рас, полиция әуесқой детективтердің теорияларын зерттемейді және бұл іс ресми түрде жабылады. Бірақ Кимберли Маклиннің неліктен үйден қашқанын және оның өмір бойы кімнен жасырынғанын ешкім білмейді.